Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дамды чия қосылған айран дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіз. Ең алдымен кесемізге айранымызды құямыз. Менде 1% айран. Содан соң 2 шай қасық чия дәндерін саламыз. Жақсылап араластырамыз. Чия құрамында қарапайым сүтке қарағанда 6 есе көп кальций бар. А, С, Е және Б тобындағы дәрумендер мен магний, фосфор, калий және мырыш көп. Чияның пайдалы қасиеттері: біріншіден, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Екіншіден, қан қысымын төмендетіп, қандағы қант пен холестеринді түсіреді. Үшіншіден, онкологиялық аурулардың алдын алады. Төртінші, ағзаны жасартады. Бесінші, бұлшық еттер мен тіс, шаш және сүйекті нығайтады. Алтыншы, арықтауға көмектеседі. Және соңғысы жетінші, сергектік сыйлап, стрессті төмендетеді. Чияда өте көп омега-3, омега-6 бар болғандықтан ағзаңызда күшті өзгерістер болады. Бетіңізді жылтыратып, тап-таза етеді. Сондықтан да чияны күнделікті жеп отырсаңыз жақсы болады. Чия мен айран қоспасына неше түрлі жеміс-жидектер салуға болады. Мендегі киви, алма және банан. Осылай алмастырып салып қойсаңыз, кез келген кезде жеуге болады. Ағзаны нығайтам десеңіз, чияны күнделікті тамаққа қосып тұру керек. Мысалы, ботқаларға, смузилерге, салаттарға қосып тұрсаңыз жақсы болады. Міне достар, дайын болды. Аурудың алдын алған жақсырақ, сондықтан да сіздерге ақпараттар пайдалы болса, мен өте қатты қуанамын. Аман болыңыздар. Сіздермен болған айым ас болсын.